Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Бүгін біздер шәуле пісіреміз. Пісіру барысын барлығын түсіріп, қазір көрсететін боламын. Кеттік. Жасау үшін бізге ет, жуа, сәбіз, күріш, май 250 грамм керек. Қазір енді 250 грамм майға етті қуыратын боламыз. Жақсылап етті қуырып аламыз. Енді жуасын саламыз. Ет жақсылап қуырмаланғасын. Жуамыз жақсылап қуырылды. Сәбіз саламыз. Қызыл сәбіз саласыңыз ба, сары сәбіз саласыңдар ма, өздеріңіз білесіңіз. Мен сары сәбіз салдым барын өте. Жақсылап қуырылу керек. Сәбізіміз қуырылып, жақсылап қуырылып болды. Енді суын құямыз. Bir жарым литр су құямыз. Шәулеге көп су керек. Енді бір ас қасық тұз. Осы қайнау керек. Қазанымыз қайнады. Еті жұмсағанша қоямыз. Еті жұмсағасын күрішін саламыз. Етіміз жұмсап, шәулеміздің пісіп қалды. Енді күрішін саламыз. Күрішін салдық, жақсылап қайнатамыз. Күрішін салдық. Мынандай палаудай қылып тұрмаймыз. Бұны не қылып, бұлғап, кәдімгідей пісіре береміз. Күрішке осындай тұз саламыз, жарты ас қасықпен жарты қасық. Жақсылап қайнатып, орқылдатып, кейін бұлғап тұрамыз. Суын тартқанша. Себебі суы көп, шәуле дегеннің суы көп болады, сондықтан асты жабысып қалады. Жиі бұлғап тұрамыз. Осылай бұлғап тұрамыз. Асты жабысып қалмау керек. Жақсылап суын тарттырып, шәулең асты іліп қалады. Сондықтан бұлғап тұрып қайнатамыз. Міне осындай болып, көзеректер шығып, порқылдайды. Сосын 15 минут, мен 20 минут қоям кейде. 15-20 минут бұқтырып қоямыз қазір. Уже суын тартып болды. Шәулеміз даяр болды. Еттің бәрін астына көміп қойып едім, тез піссін деп, жұмсақ, лезіліп. Шәулеміз даяр болды, қыздар. Енді бұны жақсылап араластырып, тәрелкеге салып, тамақтарын береміз. Өстіп жасап, маған тіркеліп, лайк басып кетіңдер. Міне шәулеміз даяр болды. Түсірдік. Жұмсақ шәуле, өте тамаша, қыздар. Жасап көріңдер. Маған тіркеліп, лайк басып кетіңдер.